Қазақтың беделді де атақты батыры Наурызбай Құттымбетұлы атаңызға айналған ер жүрек батырларымыздың бірі. 18 ғасырда қазақ елінің жоңғарға қарсы ұлт-азаттық соғысындағы қаһарман шапырашты Наурызбай 1706 жылы Жетісу жерінде Алатаудың баурайында дүниеге келген. Ол кезде Іле, Талас, Алатау мен Қаратау аралығындағы қазақ пен қырғыз жоңғарларға тәуелді еді. Батырдың көзін ашқаннан естігені батырлар турлары жырлар, аңыз әңгімелер болып, теңдессіз бай рухани ортада өсті. Елге үстемдігін жүргізген басқыншы жаудың зорлық-зомбылығын көрді. Жүрегінде оты бар жасты туған елін, жерін жаудан азат ету туралы арманы батыр болуға құлшындырады. Шапырашты Наурызбай, Қаракерей, Қабанбай, Қанжығалы, Бөгенбай бабаларымыз Абылай хан айналасындағы бас батырлар қатарында бағаланады. Әдеби тарихи деректер мен ел есінде сақтаған аңыз әңгімелер Наурызбай батырдың бүкіл халықтың ықыласына бөленіп, мақтанышқа айналуы 1727-1731 жылдардың шамасы екендігін меңзейді. Қазақ халқының жоңғар басқыншыларына бірнеше рет қатты соққы беріп, ақыры үлкен жеңіске жетуі сол уақытқа сәйкес келеді. Алатау сұрапыл шайқастарда Наурызбай бабамыз орасан зор ерлік көрсетеді. Қозыбасыда қалың қол бастап бас батыр атағына ие болады. Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай үшеуі Абылай ханның тұныстаушы бас батырлары болған. Алматы облысы Жамбыл ауданындағы Қозыбас тауында шапырашты Наурызбай батырға ескерткіш орнатылған. Алматының бір көшесіне аты берілген. Атақты баһадүрге арнап ел жұрты мешіттің, көшенің атын берді. Ескерткішінде орнатты. Зерттеу мақалалар мен кітаптар жазылды. Халық үшін жанын аямай ел тыныштығына арнаған шапырашты Наурызбайдың мәртебесі өз ұрпағының алдында жоғары, жылдар өткен сайын биіктей бермек.